Алматы технология экономикалық колледжі қазақ тілі мен әдебиеті сабағы. Сабақтың тақырыбы Ұлықбек Есдәулет, ақын қайраткер. Қарапима поэмасы. Қарапима трагедиялық шығарма. Ұлықбек Есдәулет, ақын. Бүгінгі балалар өтетініміз осы Ұлықбек Есдәулет ақынның Қарапима шығармасы. Өмір жолы. Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет қазақтың ақыны, журналист. 1954 жылы 29 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Үлкен Қаратал ауылында дүниеге келген. Қазақстан журналистика академиясының толық академик мүшесі. Мұхтар Әуезов атындағы Семей университетінің құрметті профессоры. Шығармалары: Қанат қақты 1974 жылғы, Жұлдыз жарығы 1977, Аптайдың алтын тамыры 1979, Ұлыстың ұлы күні 1982, Ақ керуен 1985, Жаратылыс 1989, Жүректегі жарылыстар 1995, Алтай асулары 1988, Заманай 1999, тағда басқа. Шығармалары көптеген тілдерде аударылған. Атқарған қызметі: 1977 жылдан Республикалық Қазақстан пионері газетінің бөлім меңгерушісі, 1979 жылдан Жазушы баспасының редакторы, Алматы қаласы. 2002 жылдан Қазақ әдебиеті газеті редакциясының бас редакторы. 2008 жылдан Қазақ жұлдыз әдеби журналының бас редакторы. 2018 жылы тұңғыш президенттің жарлығымен Қазақстан жазушылар одағының төрағасы болып тағайындалады. Балалар, бірінші тапсырма. Бағанағы оқыған өмір жолын оқи отырып, мәтіннің мазмұнына сүйеніп, ақпараттың шын жалған екенін анықтаңыздар. Бірінші, Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет қазақтың ақыны, журналист. Енді балалар, осында сіздер шын жалған екеніне белгі қойып отырамыз. Екінші, 1958 жылы 29 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы Зайсан ауданы Кіші Қаратал ауылында дүниеге келген. Үшінші, шығармалары көптеген тілдерге аударылған. Төртінші, Мұхтар Әуезов атындағы Семей университетінің құрметті профессоры. Бесінші, 2018 жылы тұңғыш президенттің жарлығымен Қазақстан жазушылар одағының төрағасы. Бесінші, шығармалары: Ақбозат, Жаратылыс, Жүректегі жарылыстар, Алтай асулары, Елімай. Балалар, берілген ақпараттың шын жалған екенін анықтаңыздар. Балалар, пима деген сөзге ассоциация жазыңыздар. Пима деген кезде сіздерге не түседі естеріңізге? Пима: киіз, қыс, жылы, жұмсақ, суық, аяз, жайлы. Поэмадан үзінді. Баланың жайын еске алып, көршілер күнде келіп жүр. Жылы ұстап үйді пеш жағып, уақытылы тамақ беріп жүр. Еденін сүртіп үйінің, қарасып қояр сабағын, қаршадай ғана жетімек, өзегін өртеп наламын. Шөлдейді шерлі көкірек, меріміне ананың, әкесі болса күн демас, қалғалы қашан жұмыстан. Көрші кеп міне бүгінде, әзірлеп тамақ балаға. Дайындал деді жүруге, барамыз ертең қалаға. Басылса мына борасын, әкемше, әкем емдеуде аз ғана уақыт болады. Емделіп үйге келгенде ішуді мүлде қояды. Сатылған
қой мен сиыры, домбыра, сағат кілемде. Жарының бүкіл киімі көзімен үйді тінтеді. Сататын нәрсе таба алмай, қолдықтай шықты үйінен ұлының қара пимасын. Пимам деп бірге ере шықты көшеге. Жабысты жолын кес-кестеп, көз жасы тарам-тарам бұл. Пимамды әке тастап кет, қалаға қалай барам деп. Балалар, бұл өзінді Ұлықбек Есдәулеттің «Қара пима» поэмасынан. Бұл жердегі шығармада балалар, біз баланың аянышты тағдыры әкесінің қателігі жайында екен. Кейіпкердің бұл әрекеті қазіргі таңда да маңызды мәселелердің бірі. Зиянды әдеттердің әсерінен қаншама отбасы зардап шегіп, қоғамға да кері әсерін тигізуде. Себебі қоғам ғасыр дертіне айналған маскүнемдіктен қаншама тағдыр қиындыққа ұшырап, қаншама өмір қиылды. Берілген сілтеме бойынша «Қара пима» атты бейнематериалды көріңіздер. Екінші тапсырма. Поэмада қай жыл мезгілі көрсетілген, яғни суреттелген? Баланың әкесі неліктен ішуге салынды? Үйдегі заттың бәрін сатып жіберген кім? Баланың табанынан неге суық тиген? Поэма немен аяқталды? Енді балалар, үшінші тапсырма. Сөйлемге қажетті сөз бен сөз тіркесін тауып жазыңыздар. Астында қарасаңыздар, қажетті сөз тіркестері берілген. Осы сөз тіркестерін қарай отырып, сөйлемді толықтырып жазамыз, дәптерге орындаймыз. Бірінші, поэмада көп нүкте берілген, астында соған байланысты қажетті сөздер мен сөз тіркестері тұр. Трагедиясы туралы айтылған, яғни поэмада бала мен әке мен бала трагедиясы туралы айтылған. Әйелі астынан қараймыз. Қайтыс болады, жігіт араққа салынады. Оның бар тауқыметін баласы көреді. Әкесі үйіндегі бар дүние мүлкінің бәрін не істейді? Сатып жібереді. Ең соңында ол пиманы сатуды ойлайды. Баласының пимасын сатып жібереді. Бірақ әкесі баласын ұрып, пиманы алып кетеді. Баласы қыста жалаңаяқ жылап жатады, қарда. Дәрігер оны баласының аяғын кесіп тастайды. Әкесі қатты өкініп, жылайды, бірақ бәрі кеш. Міне балалар, берілген сөйлем осындай, дәптерге қатесіз көшіріп, қажетті сөздерді жазып, көшіріп жазамыз дәптерге. Үйге тапсырма, үйде эссе жазамыз, арақтың зияны атты тақырыбында 100-150 сөз.